Шымкентте 90-ға жуық мешіт таңға дейін қасиетті қадір кешін күтіп, 84 мешітте тарауықта түсірілген Құран хатымның дұғасы жасалды. Қадір қасиеті мол, ізгі амалдар мен құлшылықтарға 83 жыл бойы орындалғандай сауап жазылатын берекелі түнде орталық мешітке келушілер сәт сайын ағылып, мүлде толастамады. Мың айдан да қайырлы болған кешті Алла үйінде өткізіп, еселенген сауап пен Алла разылығын үміт еткендер үшін тиісінше әр сәті бағалы қадір кешін тиімді өткізу үшін арнайы бағдарлама әзірленген. Алдымен қала бас имамы жиналған жамағатты қадір түнімен құттықтап, нығметке толы бұл мезеттің қасиеттері жайында тағылымды насихат айтты. Қасиетті қадір кешіндегі жасаған барша құлшылық, ғибадат, тілектер, хатым Құрандар оқылған. Сол хатым Құрандағы жасалған дұғалардың барлығын Алла тағала қабыл етсін деген келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Неше түрлі болып жатқан өзге мемлекеттердегі жағдай дереу өз қалпына келіп, бейбіт өміруге басуды Алла өзі нәсіп етсін. Бүгін тарауих намазында біздің қаламызда 80-ге жуық мешітте хатым Құранның баташ жасалды. Ол жерде әрине тек қана өз үшін емес, ел үшін, халық үшін, елімізге, жерімізге, сүйікті отанымыз Қазақстанға бата жасалады. Әрине әр адам өзінің отбасына да жасайды. Шымкент орталық мешітіндегі тарауықты 15 жастағы қари Мұхаммадали Шакиров бір өзі толық бастан аяқ жүргізіп, қадір кешінде Құран кәрімді хатым етті. Жас қаридің Рамазан айындағы ерен еңбегіне алғыс айтылып, құрмет көрсетілді. Бір ай бойы қаридің артынан ұйып Құран хатым тыңдап, намаз оқыған жамағат та ризашылығын білдіріп, сый-сияпат көрсетті. Көпшіліктің батасын алып, ықыласына бөленген немересінің қуанышына куә болған атасы көзіне жас алып, төбесі көкке екі елі жетпей қалды. Айта кетсек, Мұхаммадали Шакиров былтырғы республикалық Құран байқауында 20 парадан топ жарған қари. Бұл біз үшін кәтті бақыт. Ислам дini үшін, исламиятке қойған құрмет. Құда қаласа, мұндан кәтті ютықларға ерішсін. Бұл біздің айлемізде нәбәрелерінің кәттесі. Hammasi 4 nabaram bor, 4 nabaram ham Qur'on o'qiydi. Lekin buni Muhammad Alini mana shu Qur'onni yodlab o'qishga o'rgatgan dadasi shu. Xudo xolasa kelajakda mana shunday yarishlarga qatnashib, mana shu Chimkent shahridan chiqib, undan ham katta 30 paralarni yodlab respublika bayqovlarida, undan ham yuqori bayqovlarda yutuqlarga erishishini tilayman. Тарауық намазынан соң кеш уағыз насихатпен жалғасып жатты. Жамағатқа рухани бағыттағы насихаттар айтылып, атап айтқанда ар, ұят, намыс қасиеттері тереңірек түсіндірілетін ихсан ілімімен қадір кешін шарапатты еткен Алла тағаланың көркем есімдері ұлықталып, кеңінен баяндалды. Мешітке қадам басып келген көпшілік қадір түнін және тағы қалай өткізіп жатыр, мүмкіндік айы Рамазанда не үйренді, қаншалықты пайдалы өткізді, сұрап көрген едік. Пайдасыз бос уақыт өткізу әдетін сәл азайттым деп айтамын. Және одан бөлек кішігірім Құранға уақыт сәл көбірек бөлуге болатындығы және соны күнделікті дағдыға айналдыру, осы мәселені қолға алдым деп айта аламын. Күні бойы еркін, таза жүресің. Тек қана ішіп жеуден тыйылу емес, жалпы көп нәрседен тыйылып, өзің рухани былай рахаттанып жүресің, демалып жүресің ғой. Бірақ енді қимас сезім әрине бар. Әрине ендігі жылы бұдан да жақсы өткізсем деген мақсат ниеттер қойып отырмын. Жалпы сезім ерекше. Ешқашан тоймайтын шығармыз. Біз мұсылмандар барлық 12 ай осы Рамазан айындай болса екен дейміз ғой. Өткен жылы біз ниет қылғанбыз миллион салауат айтуға. Соны миллион салауатты 1.200.000-ге жеткіздік. 6 адам, 7 адам болып оқыдық. Ол жерге бас приз қойдық. Балдарым осы отбасыменен жарысып бір-біріменен сондай болған. Осы жылы және де бір сондай сауап істейік деп не айтсақ екен деп ойладық. Сонымен истихфарды 5 миллионға жеткізуді ниет қылғанбыз. Қазір міне азғантай уақыт қалды. Иншалла бір 3 миллионнан аса жазды. Қанша адам айтып жатыр, сонда отбасыңыздың қанша мүшесі бар? Отбасында әзір 8 адам бар. 8 адам қатысып жатыр. 8 адам қатынасып жатыр. Күнде отчет жіберіп тұрады бізге. Мінекей мынандай тасбиқтарымыз бар. Мойындарыңызға іліп жүрген мына тасбиқ болса,
жойтпайсың, постоянно қасында жүреді. Сонымен сауап алайық деп осы Рамазан айында қатты ниет етіп жатырмыз. Мұнара каналын өте рахмет. Себебі біздер әр сәрлікте осында қойып, аузымызды жабамыз. Қазірде Мұнарада қарап отырсаңыз, прямой эфирді қойып қойған екенсіздер. Астанадағы үлкен бас мешіт бар ғой. Соны прямой эфир көрсетіп тұрды да. Қазір түнді күтіп отқан адамдар бәрі соны көріп, рухани аз қалып отырған деп ойлаймын, иншалла. Биыл Умраға барып келдік, альхамдулилла. Умрада 20 күндей болдық, Мединада 10 күн, Меккеде 10 күн. Әрине, енді ол жақтың бір әлем бөлек десек те болады негізі. Қағбаға айтады ғой, барған адамға бір арман, бармағанға 1000 арман дейді. Көзбен көріп, қосылып еткенге жетпейді деген дейді. Жақсы да. Жаман әдеттен қаншалықты арылуға ниет етсек, осы Рамазан бізге көмектеседі екен да. Сондықтан Рамазан айы бізге берекелі ай. 30 күн оразамыз, альхамдулилла, қаза қылмай ұстап шықтық. Сол барлығына Рамазан айы мүбәрәк болсын. Қадір кеші барысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянынан жамағатқа сұрақ-жауап сайысы ұйымдастырылып, дұрыс жауап бергендерге арнайы сыйлықтар табысталды. Бұл кезеңде жас балалар белсенділік танытып, адамзаттың асылы болған Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның ғұмырының маңызды тұстарын қамтыған сұрақтарға дәл жауап қатып отырды. Мен 13 жастамын. Бұл менің алғашқы оразам. Алғашқы оразам болғаннан кейін мен басында аздап ашығу, өзімді тиюді жайлап үйрене бастадым. Өзімді жақсы тиюді үйрендім. Бұл оразам өзіме ұнады. Келесі жылғы оразама аман есен жетуіме дұғада болуды тілеп отырмын. Ата-анамның амандығын, ата-әжемнің амандығын тілеп отырмын, бауырларымның амандығын тілеп отырмын. Биыл бірінші рет емес, жалпы оразаны 9 жасымнан бері ұстаймын. 9 жасынан бері тағы үзбей ұстап келесің? Үзбей ұстап келдім. Биылғы ораза несімен саған ерекше болды, жалпы қалай өткіздің? Биылғы оразаны мен тарих до конца былай 30-20 ракатты барлық толық оқыдым, альхамдулилла. Барлығын осылай мешітке келіп жамағатпен оқыдың ғой? Иә. Үзбей, Иә, үзбей оқыдым. Орталық мешітке жиналған жамағаттың әрқайсысы таңға дейін әр сәті бағалы қадір түнін берекелі өткізу үшін шама шарқысына қарай құлшылық жасап жатты. Арада жамағатпен бірге тасбих намазы оқылып, кезекті уағыздар бірінен соң бірі реттілікпен тоқтамады. Қадір түні келесі Рамазанға дейінгі түрлі істердің, яғни тағдырлардың нақтыланып, періштелерге үкім етілетін сәті болғандықтан ниеттеніп келген көпшілік дұғаға ден қоюға тырысты. Сонымен қатар бұл кеште орындалатын ізгі амалдарға басымдық берілді. Бүгін әжелер жамағаты біздер өте қатым құран тобымыз, қатым оқыдық, қатым дұғасын шығарттық. Қазір осы жерде қатым қарсы алып жатырмыз. Қадір түн Құранның арасында тарауих намаздарын оқып, құлшылық жасап, барынша қызмет жасап жатырмын. Биылғы жылы мен біріншіден алғысым имам балдарыма, ұстаз қыздарымызға, шәкірттерге, биыл жақсы, әжелер тобы өте шараны белсенді істеді биылғы жылы. Әуелі Алланың арқасы әрине. Аллаға шүкір деп айтам. Қатым Құранды да бұл шәкірттер бір айдың ішінде мына қасиетті күнде кейбір шәкірттерден естіп жатырмын. 2 рет түсірдік дейді, 3 рет түсірдік, оқыдық деп жатыр. Ол да бір Алланың арқасы. Мына еліміздің тыныштығын, еліміздің амандығын, осы сіздер жастар амандықта болсаңыздар, Аллаға сансыз шүкірлер болсын деймін. Өзбекстан Республикасының азаматымын. Қазақстанда қонақ болып келіп тұрмын. Ораза жақсы өтіп отыр. Ораза айы қасиетті, жақсы өтті. Ауа салқын, қиыншылықтар болған жоқ. Керемет жақсы қимастық болып отыр. Енді не дейміз? Әрдайым осыны мәңгі болса дейміз енді оразанда. Биылғы мен Рамазан бірінші күннен бастап тарауихқа келдім. Қатымды қатыстым. Қимастық бар әрине. Қимастық бар. Сағынып жатырмыз, уже бітпей жатып, сағынып жатырмыз, шыны керек.
Таң сәуе енгенде жамағатқа сәбілік ас таратылып, ас сумен қамтамасыз етілді. Мешітте ағайын болып ауыз бекіткен жамағат қадір түнін таң намазын оқып шығарып салды. Дұғалар кері қайтарылмайтын, күнәлар кешірілетін мың айданда қайырлы қадір кеші мұнымен біткен жоқ. Рамазанның соңғы 10 күндігіне ықыласты арттырып, қадір кешін іздейтін мұсылман баласы үшін әлі де хикметті түндер бар. Кештерде құлшылықпен тірілтетін исі мұсылман Рамазан біткенше әр түнді назардан тыс қалдырмайды. Өйткені қасиетті қадір кеші соңғы 10 күннің түндеріне жасырылған. Әділет Әнуар, Бегалы Испаев, Жомарт Қолдасбеков, Мұнара телеарнасы, Шымкенттен.